Біздің стратегияға келетін болсақ, ол 3 қадамнан тұрады. Точнее, бізде 3 пересвип болу керек. Пересвип деген не нәрсе? Сіздер білесіздер, бізде жалпы баға өсіп келе жатады да, белгілі бір жерге келген кезде бізде қатты бір қызыл түсті шам пайда болып, және оның үстіңгі тиыны ұзын болған кезде, обычно бұл сигнал бағаны төмен кететінін бере алады. Бірақ бізде кейде пересвип болады. Пересвип дейтін когда кесіп өтеді мынаны, и дәл сол манипуляция 3 рет қатарынан қайталанады. 3 рет қатарынан қайталанған жағдайда бізде ең төменгі точканы алып алу керек, 3-ші хайдың ең төменгі точкасын. Соның пробитиясын көргеннен кейін сіздерде кері қозғалыста уже сел зонаға әдемі ТВХ пайда болады. Оны біз қазір қалай табамыз, реальный примерда көрсетеймін. Дұрыстап қарайтын болсақ, достар, бізде қазіргі таңда жаңағы айтып өткен ситуация дәл қазір көз алдарыңызда тұр. Қараңыздаршы, бізде на самом деле баға ближайший сопротивление деңгейін кесіп кескеннен кейін үлкен бір тиын қалдырып кетті. Осы тиыннан кейін баға ары қарата төмен қарата құлаған жоқ. Дәл сол ситуация қайтадан кетті. Жақсы бір тиын қалдырды да, и баға вроде бы төмен құлай бастады, бірақ қайтадан, то есть мынау пересвип болды, и үшіншісінен кейін біз мына осыған дейінгі ең төменгі точканы тауып аламыз. Ол бізде міне тұр. Өйткені мыналар емес қой енді. То есть мынадан кейін бізде үшіншісі пайда болды. Соответственно, ең төменгісі осы болады. Осының пробитие жасағаннан кейін, міне вот бізде пробой бар, және бір пересвип, екі пересвиптен кейін вот үшіншісі тұр. Одан кейін бізде пробой болды, и бізде мына жақтан сделкаға сел көру керек болдық. Қайдан табамыз бұл сел зонаны? В принципе, егер бізге самый главный мында соотношениялары болса болды. Мен сіздерге қазір оны более детально түсіндірем. Менімен бірге графикті сезінуге тырысыңыздар. Қараңыздаршы, мұқият қарайтын болсақ, бізде мына екі шам бір жерде бекітіліп қалыпты. И мына екі шамның асты бір жерге бекітіліп қалды. То есть, мен сіздерге көрсеткім келіп тұрғаным, мына жерде бізде мини сопротивление деңгейі болды, 2-3 шамды өсіруге бермеді. Одан кейін мына жерде мини поддержка болды. Көрсіздер ма? Вот мына жерде поддержка болып тұр, мында сопротивление болып тұр. И осындай момент болған кезде, в принципе, соның бойынан селға кіре берсеңіздер болады. Стоп-лосс әрине мына тұрған тиынның астында тұрған дененің үстіне қойып қойсаңыздар болады. Мұнда жерде стоп-лосс болады, мына жерде сел деген позиция болады. Сөйтіп бағаның құлауынан сіздер керемет табыс жасай аласыздар. Бұл разворот стратегиясы, reversal strategy деп аталады. Реальный сделкаға мысал келтірек, рынок бышавай деп тұрған кезде бізде күмісте жаңағы сияқты формация пайда болады. Міне бірінші свипі, потом барып резко баға өсті, как будто разворот жасауға дайын болды. Міне үшінші рет қатарынан қайталады. Мына екеуі әсіресе жақсы көзге көрініп тұр. Мыналар енді слабы. Дегенмен бұл жерде бізде бір уровень бар, потом баға төмен кетіп, мына үшінші свип болғанның ең астыңғы точканы кескен кезде көріп тұрғандарыңыздай, соны кескеннен кейін бағаның төмен кететіні белгілі болды. И мына тұрған тренд линия бұл на самом деле манипуляция, өйткені ол слишком идеальный, и бағаны ары қарата төмен кететіні қосымша сигнал болды. Сөйтіп мен сделкаға төмен деп кірдім де бағаның құлауынан жақсы бір табыс көрдім деп айта аламын. Себебі 0.01 лоттан мен небәрі 3 позиция аштым, сол үшеуінің өзінен әрқайсы $66 табыстан әкелді. И ең бастысы, бұндай кезде ең төменгі линия трендінің басталған ең төменгі точкасына дейін апарсаңыздар болды, ары қарата бағаның құлауына кепілдік бере алмайды. Дегенмен осы 1 минуттық таймфреймдағы екі свичаның өзі маған орташа $385 табыс әкелді, достар. Өздеріңіз ойлап қараңыздар. Жаңағы көрсеткен телеграм каналдың атауы Forex King. Оның қазіргі таңдағы бағасы 119 теңгені құрастырады. Бір жылға доступ. Рассрочка 24-12 ай тоже қарастырылған. Ендігі момент трейдингті баста кету үшін сіздерге небәрі $50 болса жеткілікті. Себебі мен өзім күніне $50 мен сауда жасаймын. Не үшін? Чтобы менің және оқырмандардың депозитіңіз бірдей болатындай. Бір сигналға примерно 4 позициядан ашасыздар, ал біз күніне 5-6 сигнал береміз. Қазіргі таңда біздің күнделікті табыс $200-300 құрастырады. Әрине тәуекел барлық жерде бар, сол үшін депозитті сақтап отыру өте маңызды. Жалпы сіздерге тегін консультация керек болатын болса, бұл видеоның астында тұрған сілтеме арқылы өтіңіздер де біздің менеджерға шығыңыздар. И қосымша айтарым, 8 видео сабақ, 1 жыл бойы сигналдар каналдар және аптасына 2 рет лайв трейд. Прямой эфирға шығып, біз сіздермен бірге ТВХ тауып сауда жасайтын боламыз. Сол, көріскенше сау болыңыздар, видеоға лайк, егер сіздерге ұнаса.